Баршаңызға Алланың сәлемі, бейбітшілігі мен берекесі болсын. Пайғамбарымыздың сүннеті тек рухани емес, сонымен қатар денсаулық пен амандықтың да қайнары. Бүгін біз сіздерге сүннетке сай өмір сүру арқылы қалай мықты денсаулыққа қол жеткізуге болатынын баяндаймыз. 6 пайдалы кеңес және 5 шипалы өнім, мұның бәрі сіздің өміріңізді өзгертуі мүмкін. Видеоны соңына дейін көріңіз, пайдалы мәліметтер сіздерді күтуде. Денсаулыққа қажет 6 кеңес, сүннет пен заманауи ғылым ұсынады. Сүйікті пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын сүннетін ұстану әрбір мұсылманның міндеті. Сонымен қатар онда өзімізге, денсаулығымызға пайдалы қаншама ғибрат пен мән мағына жатыр. Келесі аталып өтетін сүннеттердің денсаулығымызға тигізер пайдасы орасан зор. Біріншісі, ерте тұру. Біздің сүйікті пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын таңғы азанмен тұратын әдеті болған. Ерте тұру күні бойғы нәтижелік пен еңбекке қабілеттілікті арттырып, жалпы алғанда тілдік денсаулықты жақсартады. Көптеген адамдарға ерте тұру қиын әрі бір мүмкін болар еместей көрінеді, бірақ ақырындап осы әдетті дамыту сіздің өміріңіздің сапасын айтарлықтай жақсартуға септігін тигізеді. Екіншісі, орынды тамақтану. Дұрыс тамақтану пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын сүннеті. Соңғы 10 жылдардағы бірнеше зерттеулер дәлелдегендей, орнымен тамақтану кез келген дерттің алдын алуда көркем үлгі болып табылады. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Тамақтанғанда асқазанның 1/3 суға, 1/3 тамаққа, 1/3 ауаға қалдырыңдар деп өсиет еткен. Үшінші сүннет, су ішу. Белгілі хадисте былай айтылған: суды бірден жұтып салмай, аз жұтыммен ішіңіз. Суды бірден сіміріп салудан бауыр ауруы пайда болады. Бұл пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын су ішу сүннеті. Қазіргі таңда көп мөлшердегі суды бірден жұтып алу салдарынан бас ауырып, ағзадағы электролит теңгерімі бұзылып, соңында бауыр ауруына келіп соғатынын ғылым дәлелдеген. Суды демалып аз жұтыммен ішу судан көп мөлшерде пайда алуыңызға мүмкіндік береді. Келесі сүннет, амал, ораза. Соңғы зерттеулер дәлелдегендей, біздің денсаулығымызға тек ас қабылдауымыз ғана емес, сонымен қатар сол асты қабылдау уақыты да әсер етеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын оразаны тек қасиетті Рамазан айында ғана ұстап қоймай, сондай-ақ басқа айларда да жүйелі түрде ұстап отырған. Осындай арасы үзіліп отыратын ауыз бекітулер гормондық жүйеге жақсы әсер етіп, күйзел мен ашушаңдықтың алдын алатындығын ғалымдар дәлелдеген. Адам асты аз қабылдаған сайын, оның ағзасы ас қорыту мен күш-қуатты қалпына келтіруге жұмылады. Бесіншісі, құрма жеу. Құрма пальмасы жер бетіндегі ең қасиетті, игілігі мол, пайдасы орасан зор бірегей ағаштардың бірі. Құрманы пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын мұсылманға ұқсатқан. Себебі шынайы мұсылман қарапайым болғанымен айналасына пайдалы келеді емес пе? Құрма да сол секілді, жапырағы түспейді, жеміс беруін үзбейді. Иә, құрма Алла мейірімінің ғажап бір көрінісі, адамзатқа сый етілген мәртебелі жеміс. Құрма жеміс атаулының мырзасы, ол тағамда, дәріде, шырында әрі қуат көзі. Құрма көптеген пайдалы қасиеттері бар ғажайып өнім. Дұрыс тамақтануды білетін адамдар пайдасы зор өнімдермен таныс келеді, ал құрма солардың бірі. Құрма қандағы қанттың мөлшерін тұрақтандырады, қандағы холестериннің азаюына ықпал жасайды, жүрек қан тамырларының ауруының алдын алады. Талшықтарға бай құрма ауызашардағы ең үздік өнім болып табылады. Алтыншы сүннет, амал, бұл белсенділік. Біздің сүйікті пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, күшті мұсылман әлсіз мұсылманнан қайырлырақ деп айтқан. Исламның 5 шартының 3-еуі адамның физикалық дайындығына негізделген. Намаз, физикалық жаттығулар топтамасы болып табылса, қажылық пен ораза ұстауда мықты денсаулық қажет, өйткені денсаулықсыз біз бұл құлшылық түрлерін өтей алмаймыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын суда жүзу, атпен жүру, садақ ату сияқты тәсілдермен өз денсаулығын нығайтып, физикалық белсенділігін арттырып отырған. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын үмметіне салауатты өмір салтын насихаттап, соны дамытуға шақырған. Ендеше, мұсылман адам деннің саулығына септігін тигізетін және оны шынықтыратын спорт түрлеріне әуестенгені жөн.
Спорт денсаулық кепілі болса, аманатқа берілген денсаулықты сақтау біздің міндетіміз. Біздің асыл дініміз салауатты өмір салтын құптайды. Ескерту: осы айтылғандар қолдануға тікелей басшылық болып табылмайды, алдын ала маманмен кеңесіп алу қажет. Бүгін хадистерде аталған 5 өнім туралы айтылады. Бірінші өнім — құрма. Пайғамбарымыз, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, таң сәрідегі ең алғашқы қолданған асы құрма болса, яғни адам аш қарынға 7 құрма жесе сол күні, ол адам астан уланудан аман болып, оған түйіншектерге дем салушының дұғасы тимейді деген. Құрма жас жасушалар мен темір, дәрумендер мен минералдарға толы жеміс. Құрманың құры өзін жеу сүннет болып табылады. Екінші өнім бұл бал. Құранда Нахл сүресінің 69 аятында былай делінген: араның қарындарынан түрлі түсті бал шығады. Онда адам баласы үшін шипа бар. Шынында мұнда да ойлайтын қауым үшін әлбетте ғибрат бар. Балдың медицинада ем ретінде қолданудың бірнеше жолдары көрсетілген. Ол асқазан жолдарынан бастап күйік жараларға да ем болады. Үшінші бұл қарбыз. Алла елшісі, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, құрмамен бірге қарбыз жеген деген хадис жеткен. Мұсылмандар анасы Айша, оған Алла разы болсын, былай деген: біздің пайғамбар, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, қарбыз бен қауынды құрмамен бірге жейтін және бірінің құрғақтығын басқаның дымқылдылығымен теңестіреміз, бірінің суығын екіншінің ыстығымен теңестіреміз деп айтатын. Қарбыз бауыр жолын емдеуге таптырмас жеміс. Асқазан, ішек құрттарын кетіреді. Әрі қауын, қарбыз, анарда жәннаттың суы бар делінеді. Төртінші өнім зәйтүн майы. Зәйтүн ағашы жөнінде Құранда келесідей айтылған: ол сондай Алла аспалы және аспассыз бақшаларды, құрма ағаштарын, түрлі жемісті өсімдіктерді, зәйтүн және анарды бір-біріне ұқсамаған түрде жаратқан. Әрбірі жеміс берген кезде жемісінен жейіндер. Оны жиып алған күнде құшырын беріңдер. Ал Мұхаммед пайғамбарымыз, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, зәйтүн майын тағамға қосып жейіндер, әр оны денелеріне жағыңдар, өйткені ол өте пайдалы ағаш деген. Бесінші бұл інжір. Інжір туралы Құран кәрімде Тин сүресінде келесідей аталып кетеді: інжірге және зәйтүнге серт. Інжірдің пайдасы орасан зор. Ол өсіп келе жатқан сүйекке пайдалы және аз калориялы. Жүрекке шаттық береді. Шаншуды, ас қорыту мүшелерінің ауруларын кетіреді. Көңіл бөліп қарағандарыңызға көп рахмет. Тіркелмесеңіз каналға тіркеліп, видеоға лайк басып пікір қалдырыңыз.